Курорт хикаялары 4 бөлім. Мұсылман айтса сен дегендей, мұның да аузына Құдай салған шығар осы сөзді. Дегенмен ертеңіне оның ұсынысымен келіскенімді айттым. Бұл ұйғарымға бауырымның негізгі себебінің бірі қайным әмірдің де құяны ұстап ауруы мендей бастаған кез болатын. Соны ойладым. Алғашқыда белім кілт ете қалып, аяғымды баса алмай жүрмін. Деген оның жағдайы уақыт өткен сайын нашарлап, қаралмаған дәрігері бармаған тәуібі қалмады. Біздің ауылдан шығатын көп адамдар келіп емделіп жатқан шипалы суға да апталап түсті. Бірақ бұдан да қайран болмай, он аяғы күн өткен сайын женішкеріп семе бастады. Алғашқыда ақсандап жүрген қайнымнан кейін тіпті таяқ ұстаса да жүруі қиындап қалған. Әбекен айтқан халықтық емдеу орталығына әмірді апару туралы ой сол кезде келген. Сонымен Қазығұрт ауданында тұратын әмірді Акбар екеуіміз сүйемелдеп пойызға отырғызып Алматы қайдасын деп тартып кеткен едік. Плацкарт вагонға мінген біз орналасып, төсек орнымызды жайлап болғанша баян мен бақырып ән айтқан масан 3-4 өзге ұлт өкілдері әбден ығыр қылды. Жүлдек пойызға Қандыағаш станциясынан мініп, вахтадағы жұмысынан қайтып келе жатқан олардың ішіп алып салған өзге тілдегі әуенінен басқа жолаушыларда мезі болып келе жатса керек. Арада біраз уақыт өткенде шаршадау дауыстары сая бүрси бастады. Аналардан баянын сұрап алсам ба екен дегеннен Акбардың делебесі қозып келе жатқанын сезіп, вахташылардан баянын сұрап әкеліп оған ұстата бердім. Саусақтарын ашып жұмып уқалап, қолын сілкіп-сілкіп алған Әбекен маған ризашылығын білдіргісі келгендей, менің ең сүйікті әуенімнің бірі, әрі ең осал жерім, Агинскийдің полонезін құйқылжытып сынсыта жөнелді. Музыка жүрек тілі, ол сезімдермен көңіл күй әлемі. Музыка дыбыстар арқылы бейнеленген жан сарайы деп ғажап айтылған емес пе? Буын-буыным босап, елжірей ұйып отырған менің көңіл күйімді тап басқан досым осынау әуенді ұзақ ойнады. Сиқырлы әуенге еліткен вагон іші тым-тырыс. Жүрдек пойыздың бір қалыпты сартылдаған, даңғырлаған дауысы да әуенге қосылып тұрғандай. Осынау бір ғана полонезімен күллі әлемге танымал болған поляк композиторы Агинскийге мұнда бір рахмет. Маңайдағыларды ел жүреткен сазды әуен тоқтағанда барып, бұл кім болды екен дегендей біз отырған бөлікке жан-жақтан мойнын созып қараушылар көбейді. Бөке жаңағы мастардың даусынан вагон ішіндегілер жалыққан болар, екеуміз қосылып Қалдаяқовтың ана туралы әнін жай айтайық, деді Акбар. Екеуміз қосылып баяу айтқан ән жаман шықпаса керек, қасымызға келіп ән тыңдаушылардың қарасы көбейе бастады. Бір әннен кейін бір ән айтылып жатты. Көсегелерін көгерсін айналайындар. Біз жаққа келіп айтындаршы. Жүріндер, біздің дастарханнан дәм тартыңдар, деп келген егде жастағы кейуана біздің рахмет айтқан ізетімізге қанағаттанбай, нанымен бірге ет қазы қартасын әкеліп үстелімізге қойды. Ешкімді бөтенсінбей баянына қосылып қасына келген жандарымен ән айтып отырған досым әп сәтте бүкіл вагонның сүйіктісіне айналып шыға келді. Адам баласы адам баласынан ар мінез, өнер білімімен ғана озады. Одан басқамен оздым демектің бәрі де бекершілік, деп Абай атамыз айтқандай, досымның шоқтығы бәрімізден биік асқақ тұрған еді осы сәт. Әнім, әніне ризамын. Біздің сонау алыста қалған жігіттік шақтың белгісі шәмшінің қайықтасын, әнін шырқайықша. Деген бір ағаға қолындағы коньяктан қояр да қоймай Әбекенне де тарттырдау әйтеуір. Баянын сұрап келген жандарға отырғандар жаппай дүрсе қоя беріп, салы суға кеткен олар қашан біз өзіміз апарып бергенше бұл жаққа беттей алмады. Өнерлерінің өрісіген дегендей, қоштасарда серіктес болған жандар Акбар досыма ыстық ілтипат пейілін білдіріп жатты. Кештетіп Алматыға жеткен біздерді вокзалда қайын әпкеміз Дариға күтіп алып үйіне апарып қонақ етті. Ертеңіне халықтық емдеу орталығына келіп қабылдау бөліміне кірдік.
Бұл орталық жаңадан ашылып жатқандықтан кезекке тұрғандар аса көп емес екен. Қабылдау бөлімінің адамы біздердің науқасымызға қарай әр емшіге бөліп ем тағайындады. Қажет еткендерге осы жерден жататын орында беріледі екен. Қабылдайтын еміміз бен жатақ орынға және тамаққа деп бухгалтериясына ақшасын төлеген біздерге емдеу орталығы квитанциясын жазып берді. Бұл емдеу орталығының келушілерге көрсетер барлық емі мен қызметінің біз ойлағаннан әлдеқайда арзан екеніне таң қалдық. Бірінші қабатта орналасқан қабылдау бөлмесінің қасындағы фойе қабырғасына осында ем жасайтын халық емшілерінің суреттері мен олардың қандай науқасты емдейтіні жөнінде жазып іліп қойған. Негізінен биотокпен емдейтін емшілердің ішіндегі өзіңіз қалаған жанға баруыңызға да болады екен. Арада 2-3 күн өткенде ауруы жанына батып жүрген әмірден жағдайын қалай? Бізді қойшы, біз демалуға келген жандармыз. Саған бұл жердің емі қалай әсер етіп жатыр, деп сұраймыз ғой. Маған беріп жатқан биотогы алатын инесі мен басқасын айтпағанда жасап жатқан массажы ерекше әсер етуде. Әсіресе жауырынның төменгі жағының белімнің бір тамырында ма әлде сіңірінде ме дәл тауып уқалағанда ерекше бір рахатқа бөленіп жаны кете бастаған аяғымның өн бойы дірілдеп тұрады. Сол сіңірден ажырамаған қалпы, соны өн бойы қуалап уқалаған бойы қарасаннан балтырдан өтіп аяғымның ұшына дейін барады. Сосын осы қалыппен екінші сіңірді де дәл ұстап тауып, соны аяқтың ұшына дейін уқалап апарады. Осылайша уқалағаннан аяғымның семе бастаған тамырлары мен сіңірлеріне жан бітейін деген сияқты. Дегесін сол массажшы жігітке жолығып, әр күні қосымша екінші массаж жасауға келістік. Осында аңқылы-сыңқылы көп науқастардың ішінде қалуды ыңғайсыз көрген біз әмірді осында қалдырып, Әкбар екеуміз Қазақстан қонақ үйіне барып орналастық. Күндіз емдеу орталығына келіп ем қабылдап жүрген біздер әмірдің әпкесі Дариғаның да бауырына күн сайын тамақ істеп әкеліп бәйек болып жүргенін көреміз. Апырмай, қыз бала мейірімді, бауырмал болады дегені рас екен ау. Күн құрғатпай інісіне тамақ әкеліп хал жағдайын сұрап бәйек болып жүрген мына Дариғаның азаматтығына қалай сүйсінбейсің деген Әкбар досыма бұл кісінің ерлік ісі де бар деп мен оған сонау желтоқсан оқиғасы жайлы айтып бердім. 1986 жылғы желтоқсанда алаңға шыққан жастарды қуып ұрып-соғып жатқан кезде бұл оқиғадан құлақтар болғанымен қолдан келер дәрмені жоқ болып іштен тынып жүрген Дариға әдетінше таңертеңгілік дүкенге сүт алуға барған ғой. Кезекте тұрған әйелдердің негізінен басқа ұлт өкілдері әңгімесі де негізінен осы оқиғаны талқылау. Кезектің алдыңғы жағында тұрған маңғаз әрдайым өзін басқалардан артық жоғары ұстайтын орта жастардағы орыс әйелі айналасындағыларға география мен саяси сабақтан лекция оқып тұр екен. Оларға осы сауап бәрін аямай қыру керек. Бұл қазақ дегендер мәдениеттен жұрдай, сауатсыз, қой сияқты топас жабайы халық қой. Кеше болмаса осындай мәдениетке жеткізіп көзін ашқан орыс халқына өмір бақи құл болып өтсе болмас па? Деп екілене сөйлеп, сонда тұрған бір-екі қазақ кейуанаға кіжіне қарайды. Ауылдық жерден келгендіктен оның сөзін онша түсінбеді ме, әлде онымен сөз таластырып абырой таппаспыз деді ме? Әлгі қариялар ләм-мим демейді. Аландағы қырғынға ұшыраған жастарға қалай қол ұшын берерін білмей, іштей кіжініп жүрген Дариға мына қорлық сөздерді естігенде өзінің не болып кеткенін білмей, әлгі сауатты лекторға жетіп барған бойда шапалақпен жақтан салып жібереді. Оңбаған, салдықы, кімнің сүтін ішіп, кімнің нанын жеп жүрсің? Сені мұнда кім шақырды? Жақсы болсан кетпейсің бе сол мәдениетті отанына? Қазақтарды баран деп отырған өзіңнің шошқа екеніңді білесің бе, ит қаншық? Деп қалада өскен орыс тіліне жетік Дариға әлгінің жер жебеліне жеткен ғой.
Табан астында әдемі қалпағы жерде домалап, қайдағы бір жабайы қазақтан таяқ жеп, абыройсыз болып қалғанына күйінген саясаткер бұған қарай екі қолын соза, бетін тырнамақ болып тұра ұмтылады ғой. Осы кезде мұның қолындағы 2 литрлік банка оның маңдайына тарс етіп тиіп, быт-шыты шығып, жан-жаққа шашырайды. Көзінің оты жарық ете қалған байғұс қаңғалақтап барып жерге отыра қалғанын өзі де білмей қалады. Дариғаның өзіне сұстана қарап, от жаққан көзіне тура қарай алмай, дәрменсіздіктен ебіл-дебілі шығып жылаған сорлының қазақ тарихындағы тұмар Томирис сияқты қару асынып жауға қарсы шыққан қыздар туралы аңыздардың рас екеніне осы жолы көзі жеткен-ақ шығар-ау. Банканың тарс етіп жарылған даусымен бірге шыңғырып жіберген әлдекімдердің үрейлі үнінен дүкен іші азан-қазан болады. Кімнің хабар бергенін кім білсін. Көшеде жау іздеп өріп жүрген қарулы әскердің бірнешеуі дүкен ішіндегі көтерілісті басу үшін әп-сәтте жетіп келеді. Болған істі анықтау кезінде де, кейінгі тергеу барысында да манағы 2 кейуана Дариғаны ақтау үшін тынбай жүгіреді. Дүкенінен қамауға алып кетпек болып тұрғанда да әскерлерден сытыла шығып бұттан және бір теуіп өткен қазақ қызының еш уақытта әлгі лектордың алдына келіп кешірім сұрамасы анық еді. Бүкіл қаланы үрей басып, алан қазақтың қанына батып жатқан кезде мынандай іс өте қатерлі болатын. Осылайша қанында қазақтың намысы бар рухы берік қайсар жан желтоқсан оқиғасына немқұрайды қарай алмаған еді. Содан бері мен ол кісіні әзілдеп Томирис Тұмар ханым деп айтамын, дедім күліп. Несі бар Тұмар ханым десен дегендей-ақ екен. Өз өмірінен ұлтының намысын биік қойған жандар ғана бара алады мұндай іске, деді Акбар бұл оқиғаға таңданысын жасыра алмай. Бір күні халықтық емдеу орталығының қабатында ілулі тұрған жарнамаға көзім түсті. Онда өз бойында биотогы бар екенін сезген жандар келіп кеңес алуына болатыны, адам емдей алатындарына арнайы куәлік берілетіні, көз тигендердің де осында келуіне болатыны айтылыпты. Ауылда дәрігер болып істейтін Күлзейнат деген құрдасым, сенің көзін бар, сондықтан жас балаларға көп қарай берме, деп мені ыңғайсыз жағдайға қалдырып қоятыны бар еді. Сөйте тұра кейде маған түкіріп жіберші, деп бір-екі жас сәбиді анасымен бірге ертіп келгені де бар. Менің кет әрі дегеніме сілекейінді аяйсың ба дегесін әрі жасанынында көңілін қимай түкіру рәсімін жасағаным бар еді. Бір жерге бара қалсам сол үйдің балаларына зияным тиіп кете ме деп үрейленіп іштей әбігерге түсетінмін. Кей-кейде балаларға түкіремін, балашады әруағы бар тәуіп тамыр ұстайды дегендей жандар менің жаныма келсе қайта-қайта есінепке кіріп әбіржіп шала бөлінетінім бар. Осыны неге жорарымды білмей жүруші едім. Бір күні автобазарда қызмет істейтін мені Акбар досым іздеп келіп тұр. Қасында көк төбелік Ордабек бар. Бүгін кешке Темірландағы мәдениет сарайында Ресейден келген аты жөнін ұмытыппын. Атақты экстрасенспен кездесу болады екен. Соған билет алып қойдық, деп болдың астын алды. Содан көп ұзамай сеанс өтіп жатқан жерге бардық. Шынында да келген экстрасенс неше түрлі кереметтерді көрсетіп жатты. Әсіресе өзі теріс қарап тұрып, залдан шақырылған адамдардың не ойлап тұрғанын дәл тауып айта алғаны бәрімізді таң қалдырды. Бір кезде ол көрермендердің ішінен 20-30 адамның сахнаға шығуын өтініп, оларға тәжірибе жасайтынын айтты. Менің бір жерге барсам бала-шағаға зияным тиіп кете ме деп уайымдап, көбінесе жерге қарап қуыстанып отыратын проблемамды білетін Акбар бүйірімнен түлтіп, өзіңді сынап көретін жер келген сияқты. Ортаға шықсаң қайтеді, деді. Мен күмілжіп отырғанда Акбардан мәселенің шет жағасын естіген Ордабек, несіне қорқып отырсың? Шапаныңды шешіп алар деймісің? Тұр орныңнан, бар, деп сахнаға итеріп шығарғандай болды. Төрге шыққан 20 шақты адамның соңынан ала ортаға таман мен де барып тұрдым. Бір кезде қос алақанымнан ауаны жайлап сермеп бізге насихат айтып тұрған жан
«Ұйықтаңдар», деді әмірлі өктем дауыспен. Тұрғандардың ішінде менен қосқанда 4 адам ояу тұрмыз да, басқаларының барлығы көздерін жұмып, денселе балбырап ұйықтап кетіпті. Ояу тұрғандардың әрқайсысының қасына барып, алақанын маңдайына тақай бере «спайт» десе болды, ол ұйықтап кете береді. Бір кезде кезек маған келіп, экстрасенс менің де маңдайыма алақанын жақындата бере «спайт» деді. Бірақ әмірі маған шыбын шаққан құрлы әсер етпегесін, «Сіз бара беріңіз» деп сахнадан кетуімді өтінді. Осы жерде мені бір әуестік женіп, «Жоқ, мені тағы да ұйықтаттырып көріңізші» дедім оған өтініп. Әңгіменің не туралы болып жатқанын сезе қойған залдағыларға қосыла «Давайте еще раз попробуйте» деп айқайлаған Ордабек пен Әкбардың даусын танып тұрмын. Екі оттың ортасында қалғандай болып ыңғайсызданған экстрасенс мені жетелеп ортаға жеке шығарды. «Менің көзіме тік қараңыз, ешқайда жалтақтамай кірпік қақпаңыз» деп өзіне баурай сөйлеген экстрасенс бір алақанын шекеме, екінші алақанын иегіме тиер-тимес етіп ұстап, көзіме қадалды да қалды. Оның көкпендек көзіне қарап тұрған мен бір кезде шет жегі көрінбес мөп-мөлдір теңізді көрдім. Сол теңізге рахаттана маужырай батып бара жатырмын. Менің өмірімде рахатты сәттер өте сирек еді ғой, бұл алдамшы дүние деген ой келгенде мамықта мамыржай әлемнен безгендей жанталаса қарманып жатып, атанның басы дегенім емс-емс есімде. Кенет манағы көгілдір теңіз әлемі ғайып болып, алдымда қолын ербеңдеткен экстрасенс тұрды. Өзінің ендігі әрекетінен ештеңе шықпасын білді ме қайдам. Қолын төмен түсірген ол маған жайлап сыбырлай сөйлеп, «Пожалуйста, не мешайте мне» дегесін орныма келіп отырдым. Қарасам сутерге түсіппін. Экстрасенспен арбасу оңайға түспесе керек шамасы. Кеш сонында сыртқа шыққасын қасымдағылардың сұрауына орай көрген білгенімді айттым. Теріс қарап тұрып, өзінен 2-3 қадам кейін тұрған жанның ойындағысын дәл тапқан экстрасенс қарсы қарап, алдында тұрған «Сенің атанның басы» деген сөзінді оқымады ма? Ендігі ол қасындағылардан бұл сөзінің аудармасы мен мағынасын сұрап жүрген шығар, деп күлген Ордабекке қосыла бәріміз күлдік. Халықтық емдеу орталығындағы әлгі хабарландыруға көз тігіп ойланып қалған мен артымнан Әкбардың келіп қалғанын байқамаппын. Мен көз тіккен хабарландыруды тез-тез оқып шыққан досым менің ойымды айтқызбай-ақ білді ғой, жарықтық. «Ой, сен өзің жүн жей бермеші. Сенде көз түгілі бәле де жоқ» деп мені жұбатпақ болған оған баяғы экстрасенспен өткен оқиға туралы есіне салдым. Егер шынында да менде балаларға тигізетіндей көз болса, соны осы жерде қалдырып кетсем деп тұрмын. Ал енді шыққан қол-аяқпен тайған шыбықтарды салу әдісі физкультурныйдағы адам анатомиясы сабағында алған дәрістің арқасы шығар. Оның ешқандай құпиясы жоқ қой, достым. Маған ақыл берші. Қалай ойлайсың, мен өмірбақи осылай қустанып жүре беруім керек пе? Дедім. «Жүр кеттік» деген Әкбар мені детектеткен күйі хабарландыруда көрсетілген кабинетке алып келіп, өзі ішке кіріп кетті. Әлден уақытта мені ішке шақырғасын кірсем, әбекен үстел басында егде жастағы бір Еуропа нәсілдес еркекпен сөйлесіп отыр екен. Менің барлық данныйымды жазып алған әлгі кісі маған неше түрлі сұрақтар қойып жатты. Сөз арасында қойылған кейбір құйтырғы сұрақтарына таңырқасам да ләм-мим демей жауап беріп, мамыржай әңгімелесіп жаттық. Қан қысымымды, жүрек соғысым мен жанарымды зерттеген әлгі кісі бүгін кешке сағат 6-да осы орталықтың акті залына келуіміз керектігін айтты. Сол жерде бүгін үлкен емші, көріпкел, тәуіп, биотогы бар жандарға дәріс береді екен. Кешке айтылған жерге келсек, залда 30-40 адам отыр. Көпшілігі қолдарына қағаз қалам ұстаған жастары, шамасы дәрігерлік оқу орнының студенттері-ау деймін. Біз ертіп келген манағы Еуропа тектес адам сахнадағы жеке тұрған Қытай үлгісімен сақал-мұрт қойып, кебіс мәсі киген кексе жанға барып әлденелерді айтып жатты.
Достар, видео ұнаған болса лайк басып қолдау көрсетейік. Арнадағы басқа да бейнелерді жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған оқиға желісімен арнасы. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.